Алматы жастары бағдарламасына құжаттар тапсыру үшін біз ЕГОП электронды үкімет жүйесінен атымызда мүлік жоқ деген анықтаманы ала алмай жатырмыз деген кісілердің сұранысы бойынша түсірілген видео. Сіз ол анықтаманы ЕГОП KZ-тан ала алмасаңыз, ЕГОП-тың телефондарға арналған мобильный приложениесі бар. Яғни сіз оны App Store-дан немесе Play Market-тен скачать етіп аласың телефоныңызға. Ол бағдарлама міне видеода көрсетіліп тұрғандай дәл осындай түрде сізге скачать етіледі. Қазір сіздерге кіріп анықтаманы қалай алуға болатындығын көрсетемін. Басамыз. Міне тізімнен сразу бет ашылған кезде қандай анықтама алуға болатындығы, қызмет түрлерінің тізімі бірден көрсетіледі. Міне главный бетте тұр, справканы анықтаманы басамыз. Сіз авторизация деп электрон цифрлы қолтаңбамен немесе өзіңіздің телефонға келетін SMS код арқылы кіріп анықтаманы ала аласыз. Сізден мені енгізіңіз және телефоныңызды көрсетіңіз деп сізден сұрап тұрады. SMS арқылы кірген ең тиімді және ең оңай жолы болып табылады. Сіз бұл анықтаманы өзіңізге немесе өзіңіздің балаңызға ала алсаңыз болады. Яғни сіз өзіңіз ала аласыз. Облыс таңдаймыз. Ол жерде бұл анықтама Қазақстан Республикасы бойынша берілуі керек. Сіз тізімнен Қазақстанды тауып белгілейсіз. Тапсырыс беру қызметі. Сіз бірнеше минут күтесіз және страницаны обновить еткен кезде сізге бұл анықтама екі тілде, қазақ және орыс тілінде түседі. Сіздің осы бетіңізге сіз бұл анықтаманың екі тілде де өзіңіздің электронный почтаңызға немесе бір әлеуметтік желіге Telegram немесе WhatsApp жүйесіне жіберіп ала аласыз. Ол үшін мына кнопканы бассаңыз, сізден қай мекенжайға адреске жіберу керектігін сұрап тұрады. Міне сіздің уже анықтамаңыз дайын деген сөз. Қай тілде сізге ыңғайлы, сол тілде сіз ала аласыз. Және бұл анықтама PDF форматта ашылатын болады. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басыңыз, сұрақтарыңыз болса комментарий жазыңыз. Ақпаратты сақтап алу үшін каналға жазылыңыз.